Алматы облысы Райымбек ауданы Қайнар орта мектебінің 4-ші Б сынып оқушысы Серғазыұлы Ислам. Тасбақа және кене. Түлкі. Бірде тасбақа, түлкі, кене үшеуі дос болыпты. Олар бір жолдан бір уыс тары тауып алыпты. Олар тарыны бөліспекші болады. Бірақ олар бір шешімге келеді. Біз тарыны егіп көбейтіп алайық деп түлкі айтады. Сонда олар тарыны егеді. Ал түлкі болса, жоғарыда тұрған бір дәу тасты құлап кетер деп тасты тірейді. Ал тасбақа болса, жерді тырмалап тары егеді. Кене болса, піскен тарыларды жинап алады. Сонда олар теріп алған тарыны қараса, өте көп болыпты. Түлкі айтады: біз тарыны бөлсек қаншадан бөлінеді дейді. Сонда олар айтады, олар сонша көп сөйлеседі. Содан кейін түлкі бір шешімге келеді. Онда үшеуміз жарысайық. Сонда кім мәреге бірінші жетеді, соған тары тиесілі болады дейді. Сонда түлкі 1, 2, 3 дегенде түлкі жүгіргенде кене түлкінің аяғына жабысып алып кетеді. Сонда түлкі қатты жүгіргенде мәреге де түлкі жетеді. Сонда кене айтады: сен мені басып өлтіресің ба дейді. Түлкі: сен қашан келіп алғансың дейді. Кене айтады: сен деген 1, 2, 3 дегенде ақ мен келіп алғанмын дейді. Сонда екеуі көп дауласады. Содан кейін ентігіп жеткен тасбақа түлкіге: түлкі, мен бір пәле көріп келдім. Ол қандай бәле дейді. Сонда тасбақа: 2 бүркіті таз иттері бар бір аңшыларды көрдім. Ол аңшылар түлкіні көрмедің ба дейді. Мен түлкіні көрген жоқпын деп айттым дейді. Сонда түлкі шошып кетіп: сендер мені айта көрмеңдер. Мен сендерге ризамын, осы тарыны сендерге берейін дейді. Сонда тасбақа мен кене осы тарыны екеуі бөлісіп алады.